Баршаңызға сәлем, арнаға қош келдіңіздер. Бұл бейнеде балықшы өмірінің бір кезеңдерінде өзгеріс болып, соңында жетістікке жеткен оқиғасы айтылады. Бейнені соңына дейін қарап, видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды, арнаға жазылмасаңыз жазылуды ұмытпаңыздар. Өзгеріс жасаудан қорықпа. Балықшы оқиғасы. Үлкен өзеннің бойында бір балықшы өмір сүріпті. Жаз күнінде күн көрісі тәп-тәуір болады. Кейіннен заман өзгеріп, жақсы күндер көрген түсте зу етіп өте шығады. Бұрынғыдай өзенде де қыруар балық жоқ. Балық аулайтын ауы ескіріп, қайығы тесіліп, жаңасын алуға қауқар жоқ. Қысыл таяңшаққа кеп тірелген кез екен. Балықшы таң атаратпастан қайығын жөндеуден күнін бастайды. Бір күні балықшының үйіне құдайы қонақ боп бір қария келіп қонады. Балықшы барын беріп, төрге шығарып, қарияны шамасына қарай күтіп, бар құрметін көрсетеді. Таңертеңгісін кетуге жиналған қария үй иесіне алғысын қалай білдіргенім жөн деп сұрайды. Балықшы ел аралап жүрген қарттың үсті басына бір қарап, жүдеу түріне қарап, оның да күнін әрең көріп жүрген біреу екенін бағамдайды. Байқауымша бармаған жерің, баспаған тауың жоқ секілді. Көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра демеуші ме еді ақсақал. Алғысыңа жақсы ақыл айтсаң болар еді. Мына кедейліктен қайтсем құтылам депті. Кедейліктен құтылғың келсе, қайығыңды суға батырып жібер дейді қария. Ақылын айтып, қоштасып кетіп қалады. Бірақ балықшы оның ақылын түсінбестен қалады. Иығын қиқаң еткізіп, мүмкін бұл шал алжып қалған болар. Қайықты суға батырсам, аштан өлмеймін бе, дейді де бұрынғы тірлігіне қайта кіріседі. Күндер өтіп, қарияның айтқан сөздерін ұмытып кетеді. Балықшының күннен күнге халі мүшкіл тартады. Кейде отбасы нәпақасыз қалып, аштан аш жатқан кездері болады. Бір күні қатты дауыл тұрып, балықшының сынық қайығы суға батып кетеді. Балықшы әзер дегенде аман қалады. Жылап-жылап, қайғысы таусылған шақта, бар дүниесін буып түйіп, арқасына салып, өзеннің ағысымен төмен қарай жүріп кетеді. Солай келе жатқанда бір балықшы ауылға тап болады. Ауылда қайықтан көп зат жоқ. Үлкені, кішісі, кемесі де толып жатыр. Оны көріп балықшы жүрегі жарыла қуанады. Бірақ өзінде қайық жоқ. Алатын ақшасы да жоқ. Бөтен қайықтарға қарап балықшының көңіл күйі бұзылады. Қайықтардың барлығын қарап шыққан ол, анаусының жөнделгенін, мынасының қай жеріне жөндеу керектігін байқап қалады. Сөйтіп балықшы қайық жөндеуші болып жұмысқа тұрады. Өзінің жалғыз қайығын өмір бойы жамап өткен ол, қайықты қалай жөндеу керектігін өте жақсы білетін еді. Біраз уақыттан соң балықшы ісмер жөндеушіге айналады. Атағы шығады. Шебердің қолынан шыққан қайықтардың есебі болмайды. Ауыл адамдары мақтап, еңбегі жанады. Оның жөндеген қайықтары су жаңа қайықтай жаңарады. Алыс жақыннан тапсырыс беретіндердің қарасы көбейеді. Сәл уақыттан соң балықшы үй сатып алады. Кішкентай үй емес, үй алдында берекелі бау-бақшасы бар, кәдімгідей үлкен үй сатып алыпты. Маңдай терін төгіп жасаған еңбегі ақталып, табысы көбейеді. Отбасы аштан қалған бұрынғы күндерін ұмытады. Күндердің бір күнінде балықшы қайығыңды суға батыр деген қарияның ақылын еске түсіреді. Неткен дана сөздер десеңші. Адам баласы ылғи солай деп өткенге ой жүгіртеді. Бұл оқиғаның түйіні өзгеріс жасаудан қорықпа. Бір орында тұрып қалмай, әрекет ет, алға ұмтыл, алдыңа мақсат қойып тәуекел ете біл. Сол кезде өміріңде ерекше өзгеріс болатыны белгілі. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.